Нұрали ағай сабақ түсіндіреді. Мен оқушымын. Мынау менің класстастарым. Я? Бесінші З сыныбы. Ағай түсіндіре беріңіз. Ағай? Ағай? Дайындалмай келдіңіз ба не? Енді, дәреженің мәні, дәрежені көрсетіңіз. Жоқ. 16 деген қандай санның квадраты? Соны жазасың. Иә. Болды. Қобалжымаймыз ағай. Өшіргішпен өшіріп тастаңыз. Бірінші айтыңызшы, нешенің квадраты 16? 16. Иә. Енді қандай санның 4-ші дәрежесі 16? Қандай санның квадраты 81? 81 жазылмайды не қабыл? Иә, неше деп жазамыз сонда ағай? Жазылмайды. Жоқ, енді қандай санның квадраты 81 екенін жазамыз? Оқушыларыңыз ақылды екен ғой кім? Нариман ба? Молодец. Ағайдан бірінші жауап берді ғой. Ал енді оқушылар қандай санның 4-ші дәрежесі 81? Жоқ. Қандай санды 4 рет жазсақ 81 шығады? Сұңқар деген оқушысы мықты екен. Ағай, сіз бізден сұрап жатсыз ба? Ал, кеттік. Мен атым Меруерт. Мен жаңадан келген оқушымын. Бізде бүгін Сұңқар ағай есеп түсіндіреді. 5-ші З сыныбында оқимын. Мынау мен класстастарым. Сәлем. Математика сабағы. Сұңқар ағай, бізге бірінші түсіндіріп жібересіз ба, берілгенін оқып? 5 және 12 сандарының квадратының қосындысы, сонда 5-дің квадратымен 12-дің квадратының қосамыз. Квадраттарының қосындысы дейді. Яғни жеке-жеке квадраттап қосады екеніміз. Солай ма? Тынышталамыз, без замечания. Тынышталамыз, балалар. Сұңқар ағай қазір 2 қойып тастайды әйтпесе. Артық сөз қоямыз. Үй жұмысын тексереді. Тынышталамыз. Жинап алып тексереді екен ағай. Даниал, тынышталамыз. Оқушылар түсінікті болды ма деп сұрақ қойсай, Сұңқар ағай. Айзер апай, бір қарап жібересіз ба? Бірінші берілгенін оқып айтып жібересіз ба бізге? Не айтылған? 16 және 11 квадраттың айырмасы. Қалай жазылатын қазір бізге апайымыз көрсетіп жатыр. Біздің сынып сондай тәртіпті жақсылап тыңдап отыр апайымызды. 16-ның квадраты 226. Мен бірден айтып салайын. Себебі Айзердің шаралатына мен сенемін. Ал 11-дің квадраты 11-ге 11 көбейтсе қанша? Ой, молодцы. Мен класстасам сондай ақылды ше. Біледі квадраттарыңдар. Тамаша. Түсінікті ма балалар деп сұрап қойсай? Айзер апай. Нариман ағайдың сабағы. Ал, берілгені. 2 және 9 сандарының кубтарының қосындысы. Так. 2 және 9 сандарының кубтарының қосындысы дейді. Тамаша. Ағай, басып жазасыз ба? Басып жазыңыз, я? Жақсы. Бүгінгі ағай апайларын жақсы түсіндіреді екен, я? Я бірден ашып жазып жатыр. 2-ның кубы қанша бізде? 8, молодец. Қанша болады сонда? Тамаша. Жар.
Муслим ағай, сразу жазбастан, олай көбірек қып шетке тұрып тұрасыз ба? Мынаны ше, көп жазбастан сразу есептей аламыз ба оның кубын, мәнін? 1003-ті қойса саласың, 1000. Я, бірді жазасын, арқасына 3-0 жаза салады. Дұрыс айтып жатыр ма біздің Айзере? Оқушыңыз? Я, сонда 1000-ды деп жазып қоя салсақ болады екен, я, сразу? Аха, если есептей алсақ, сразу жазып кетсек болады. Сосын, азайту, 3-дің кубы дейді. Қанша еді ағай? 3-дің кубы қанша еді? 27 екен, я, тамаша.